Қайырлы күн, құрметті достар. Мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аға оқытушысы, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, саз сырнайшы Далбағай Гүлфарус Есімханқызы. Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы Қорқыт ата мемориалдық музейінің бастамасымен ұйымдастырылған карантин кезінде өткізіліп жатқан «Біз біргеміз» атты жобасы аясында сіздердің назарларыңызға саз сырнаймен жаңғырған Қорқыт күйі тақырыбында шеберлік сағатымды ұсынамын. Бұл жобаны еліміз халқымыздың рухани қажетіне жарайтын керекті әрі маңызды іс-шара деп білемін. Баршамыз ұйымшылдық пен төзімділік, сабыр сақтап бірге болайық. Мен бүгінгі негізгі тақырыбыма кіріспес бұрын саз сырнай аспабының ерекшеліктеріне тоқтала кетсем деп отырмын. Саз сырнай аспабының үні ұлы даланың көшпенділерінен бізге жеткен қасиетті үн. Саз сырнай аспабы табиғаттың 4 стихиясынан құрайды. Бірі топырақ, екіншісі су, от және ауа. Осы 4 стихияны басын қосқанда біздің саз сырнай аспабы пайда болған. Көлемді қаздың жұмыртқасындай болған аспап топырақ пен судың иін қандыра иленіп саз балшыққа айланып, от пен ауаның жалынымен пісіп, қайталанбас сазды әуен шығаратын музыкалық аспапқа айналады. Саз сырнай дала шөбінің сыбдырын, желінің уілін, құсының сайрауы мен аңының үніне үн қосып, ғасырлар қойнауынан келе жатқан қазақтың киелі аспабы. Саз сырнай аспабын әлемде біз акарина тектес аспаптарға жатқызамыз. Олардың атауы мен пішімі, дыбыс шығару әдісі әртүрлі болып келгенімен де ортақ қасиеттері де бар. Өйткені олардың бәрі акарина тектес болғаннан кейін саз балшықтан жасалынады. Қазақтың саз сырнай аспабының өзге аспаптардан бөлектеп көрсететін ерекшелігі бұл аспаптың көлемі, пішімі, ішінің қуысы, ауа шығаратын ойықты қиялай кесіліп, сонан кейін дыбыс шығаратын ойықтарының реті, аппликатура дейміз ғой. Осылардың бәрін қосқанда өзіндік қайталанбас басқа аспаптардан артықшылығы осылар құрайды. Саз сырнайдың дыбысы, үні, дыбысының сапасының біздің тыныс алу немізге байланысты. Егер сіз алған тынысыңызды бір керкі шығарып, оны ретімен жүйелеп шығарсаңыз, сіздің жаңағы музыка тілімен айтқан кезде қатты үрлесеңіз, қатты дыбысты қатты үрлеп жіберсеңіз, дыбысы жоғарылап кетеді, ақырын үрлесеңіз, дыбысы төмендеп, музыка тілімен айтқанда фальш дейді, осы фальш болып жатады. Сондықтан осы тыныс алу жүйесіне өте зор маңызды және осыған үлкен ниет мән беруіміз керек. Аспаптың үні әуезді, құлаққа жағымды, жүректен жүрекке жетерде нәзік әрі мұң мен сағынышқа толы. Дауысы өзге домбыра, өзіміздің қазақтың музыкалық аспаптары домбыра, қобыз, сыбызғы, жетіген, шертер аспаптармен өзара үлкен әдемі үйлесімдік тауып жатады. Енді көне Отырар қаласының қазба жұмыстар орнынан табылған аспаптың алғашқы үлгілері Түркістан облысы Шәуілдер ауылынан жақын орналасқан Отырар қалашығынан табылады. 1967 жылы мектеп оқытушысы Әсентай Әлімов өзінің шәкірттерімен кісінің лақап аты музей ата деп айтады екен ел арасында. Өзінің шәкірттерімен бірге қала үйіндісінің орнынан экскурсияға барып, сол кездерде көп мектеп оқушылары, мектеп ұстаздары қазба жұмыстарға үлкен үлес қосып көмектескен. Сол қазба жұмыстарының табылған
жәдігерлердің ішінен құмыралардан басқа да үлкен басқа да көп жәдігерлердің ішінен осындай қаздың жұмыртқасындай ғана кішкентай аспап табылады. Бұл аспапты жаңағы Асентай Әлімов жазушы Дүкенбай Досжанов арқылы біздің белгілі этнограф, аспап танушы, өнер ғылымының кандидаты Болат Сарбаев ағамызға беріп жібереді. Болат Сарбаев осы қазба құндылығынан кейін еліміздің түкпір-түкпірінен, басқа да өңірлерден, Отырардан да басқа мына Торғай өңірінен, Маңғыстау өңірінен, Атырау, осындай өңірлерден көптен еліміздің үлгілерін іздеп тауып, оларды зерттеп біздің ортамызға қайтарады. Оларды жинақтап, жүйелеп, сипаттама береді. Оңтүстікте табылған бұл аспаптың ел ішінде қариялар Фарабидің састырнайы деп те атаған екен. Бұған себеп Отырар қаласының көне аты Фараб болса керек. Фарабтан шыққан Әл-Фарабидің біз білеміз, ол кісі біздің ол бабамыз ғалым, философ, математика ғылымдарына да өте үлкен үлесін қосқан. Сонымен қатарда музыка ғылымына да дамытуға қосқан үлесі мол ғұлама екендігі де бізге дәлел. Оның себебі Китап әл-Мусика әл-Қабир еңбегі музыканың қыр-сырын ашқанын білеміз. Бүгінде осы аймақта Отырар мемлекеттік қорық Фарабидің мұражайында Састырнайдың оригиналды табылған алдыңғы экземплярынан бөлек екінші экземпляры сақтаулы. Алдыңғы экземплярын біз білеміз, Алматыдағы Ықылас Дүкенұлы атындағы музыкалық аспаптар мұражайында сақтаулы. Ал енді қазір сол жаңағы Отырар мемлекеттік қорық Фараби мұражайында тағы да екінші жәдігердің екінші түрі сақтаулы. Зерттеушілер бұл жәдігерді шамамен 9-10 ғасырларға жатқызады. Өлке танушы, тарихшы, мұражайды, сол жердегі мұражайды ашқан Абдолла Жұмашев бүгінде сол кездегі табылған деректерді жинап, мұрағатқа тапсырып, оларды зерттеп, жазу ісін жалғастырып келеді. Оның айтуынша 2008 жылы ол кісі Сирия астанасында Дамаскіде болып, мұражайда, сол жақтың мұражайында Фарабидің Састырнайының үлгісін көрген екен. Оңтүстіктің Қаратау секілді, біздің Шымкент өңірінде Қаратау секілді, сол Сирияның Дамаск астанасының маңайында Касюн тауы бар екен. Сол Касюн тауының бір шыңы Фараби шыңы деп аталады екен. Шам жерінде сақталған аңыз бойынша ғұлама елін сағынған кезде сол тауға, сол шыңға шығып, Састырнай аспабының өзінің сағыныш саздарын орындап, еліне деген сағынышын мауқын басатын болған екен. Шам қаласындағы ел аузына тараған әфсанаға сенер болсақ, шығыстың ұлы философы аспапта жақсы ойнаған екен. Ал енді бүгінгі тақырыбымызға келетін болсақ, орындалар шығармаға келер болсақ, Қорқыттың авторлығында жеткен Ұшардың ұлуы атты күй ерекше аңызбен айтылатын мазмұнды туынды. Алғаш рет Мұсабек Жорабековтың Қорқыт шығармашылығына арналған мына Елімай күйлер жинағы 1987 жылы Алматыдағы өнер баспасында жарық көрген. Бұл жинақ қазақтың күй атасы Қорқыт атанған абыздың ел арасында таныс емес шығармаларын жинастырып жарияланған тұңғыш кітап болатын. Жинақта Қорқыттың есіміне байланысты мәліметтер, күйлеріне сабақтас аңыздар және Қорқыттың мұрагерлері туралы деректер берілген. Автор ел арасында тараған Қорқыттың күйлерін жинап, аңыздарын ғылыми түсініктермен береді. Аңызын айтып, күйін тартып берген Шәменұлы Исмайыл нышан қобызшы екен. Белгілі этнограф, жазушы,
Ақселеу Сейдімбек өзінің қазақтың күй өнері монографиясында да осы Қорқыт бабамыз туралы көптеген деректер беріп, жаңағы нышан қобышы туралы да деректер қалдырады. Ал енді жаңағы Ұшардың ұлуы атты күйінің аңызына келетін болсақ, бір жесір кемпірдің жалғыз баласы болады. Ол құс салып ит жүгірткен саятшы екен. Қашқан аңды құтқармайтын Ұшар деген тазысы, желмен жарысқан жүйрік аты бар екен. Күндердің күнінде жігіт кенеттен қайтыс болып, сол кездегі елдің әдет ғұрпы бойынша өлікті жерлегеннен кейін жұрт қоныс жаңартып басқа жерге көшеді екен. Жаңа орынға көшіп келгеннен кейін кемпір баласынан қалған көзі жаңағы тазыны іздесе, ол ұшты күйді жоқ боп шығады. Ескі жұртта қалған болар-ау деп, ана бұрынғы қоныстарына қайтып келсе, айтқандай-ақ, Ұшар иесін қиып кете алмай, мола басында сай сүйекті сырқырата аспанға қарап ұлып отыр екен. Мұны көрген ана, жалғызымнан айрылдым, қанатымнан қайрылдым. Ұшар, ұшар, кә деп аңырайды. Иен далада жалғызының артында қалған ана мен иесінен айрылған тазы қос мұңлық қосып күңіренеді. Қорқыттың осы оқиғаға байланысты шығарған күйі Ұшардың ұлуы деп аталады. Бұл күй бізге қобыз аспабының орындауында жеткен болатын. Біз осы күйді састрнай аспабына лайықтап орындай басталғалы біраз жылдардың жүзі болды. 1990 жылдардың басында бастап жаңағы айтқан кітап, осы Қорқыт Мұсабек ағамыздың кітабы менің қолыма түсіп, састрнай аспабына репертуар іздеп, қандай күйлерді орындаса болады екен деп, ол кезде мен жаңағы Адырна фольклорлық этнографиялық ансамблінде жұмыс жасап жүрмін, солистен жаңа аспапшы болып, састрнайшы болып. Сол кезде сол жаңағы күйлерді, қандай күйлерді зерттеп, қандай күйлерді лайықтасам екен деген кезде осы кітап қолыма түседі. Сол кітаптың ішін қарап отырып, осы Қорқыт бабамыздың күйлері шамамен келеді-ау деп қарап, осы жаңағы Ұшардың ұлуын лайықтап састрнай аспабында сол кездерде концерттерде орындап, үлкен сахналарға жаңағы Ұшардың ұлуы өзінің сахнаға жолдауын, састрнай аспабында орындалған жолдауын алды. Састрнай мен жаңғырған Қорқыт күйі тақырыбымыздың біз жаңғырған деген сөзін бекер алған жоқпыз. Өйткені шынында да қыл-қобызбен орындалып келген Қорқыттың күйі састрнайдың үнінен, дыбыстау ерекшелігінен өзіне тән үйлесім тауып, екінші тынысы ашылғандай болды. Аспапта, састрнай аспабында аң-құстың үнін салу мүмкіндіктері мол болғандықтан, иттің ұлуын беретін күйді орындауда састрнай аспабы басқа музыкалық аспаптарға қарағанда ерекшеленеді. Мен өз ойым. Бұл ерекшелік алдымен қазақ халқының түсінігінде жеті қазынасының бірі саналатын иттің иесімен арадағы ерекше жақын қарым қатынасын, қимастық сезім зарын суреттейді. Сонымен сіздердің назарларыңызға ұлы дала көшпенділерінен бізге жеткен қасиетті үн састрнай аспабында Қорқыттың Ұшардың ұлуы күйін ұсынбақпын.
Міне осындай ұшардың ұлы біздің репертуарға өзінің орнын ойып тұрып алып, қазір енді шәкірттеріміз де орындап жүр, жаңа оқу процесте, концерттерде орындап жүр. Менің ойымша жақсы өзінің үйлесімін тапқан сияқты. Ал енді басқа да біздің сазтырнайдың басқа да түрлеріне тоқтап кететін болсақ, қазір енді оқу процесіне байланысты жаңағы біздің Болат Сарбаев атамыздың өзінің зерттеп, өзінің жаңа түкпір жерінің жаңағы Қазақстанның түкпір-түкпірінен тауып кеткен аспаптарының бірі өлдеуік. Өлдеуік енді ол шамамен кішіреуік, кішіректеу. Оның өлдеуіктің түрі қазір біздің Алматыдағы музыкалық аспаптар мұражайында тұр, табылған. Ол енді бір 9-шы ғасыр деп шамамен сөйтіп айтамыз, айтылады. Біз енді ол енді музейде андай экспонат болып тұрғаннан кейін көрі кішкене оның түрін үлкейтіп, өзгертіп, сазтырнайдың қатарына қосып, қазір үлкен өлдеуік деген осындай біздің аспабымыз бар. Дыбысы да ерекше өзінің. Мен қазір енді осы өлдеуікте жаңағы Қорқыт атамыздың мұраларын жалғастырушы біз білеміз Ықылас атамыз екен. Сол Ықылас атамыздың ерден күйінің бір кішкентай кішірек шамалы үзіндісін ойнап берейін. Осындай жаңа нар қобыз дегенде қазір бізде қобыздар қобыз бар ғой, сол сияқты нар қобыз сияқты қобыздардың атасы нар қобыз болса, сазтырнайлардың қазіргі үлкен атасы осы өлдеуік өзінің дыбысымен, төменгі дыбысымен жаңағы біздің музыкалық әлемге үлкен үлесін қосып, жаңағы көптеген кинофильмдерде, көптеген документалдық фильмдерде осы таптырмас дыбыс болып жатыр. Одан кейінгі аспап тастауық. Тастауықтың енді оны да бізде Болат Сарбаев атамыз өзі атын қойып, ол енді атын қойғанда өзі ала салып қоймай, сол жаңағы ертегі қариялармен, үлкен ақсақалдармен ақылдаса отырып, тастауық деп қойып кеткен. Бұл да қазір енді жаңағы өлдеуіктің диапазоны үлкен октаваның лясынан кіші октаваның лясына келсе, тастауықтың диапазоны рэдан кіші октаваның ресінен бірінші октаваның ресіне дейін келеді. Одан кейін үшінші аспабымыз өзіміздің сазтырнай. Мен бұл аспаптарды әдеп көрсетіп отырған себебім, қазір бұл аспаптардың бәрі қолданыста, бұл аспаптардың бәрі қазір сабақ оқу процесінде де орындалып жүр. Осы аспаптардың бәрін орындап жүрген қазір менің сазтырнайшылар ансамблі бар, Сазарт деген. Сол ансамбльдің балалар қазір осы мына Сазарт ансамблі осы аспаптардың бәрінде орындайды. Содан кейінгі жаңағы тастауықтан кейінгі сазтырнай, одан кейін келетін аспабымыз үскірік. Үскірік біздің Маңғыстау өңірінде табылған, өлдеуік Атырау өңірінде табылған. Одан кейінгі аспап шыңырау, кішіректеу. Ең соңғы кішкентай аспабымыз біздің құс сайрауық. Енді құс сайрауыққа келетін болсақ, құс сайрауық Болат Сарбаев ағамыздан кейінгі табылған аспап. Бұл аспап көне Түркістан
қаласының орнынан қазба жұмыстары кезінде табылған. Шамамен ол аспаптың жәдігердің несін 7-8 ғасырға жатқызамыз. Ол аспап құс сайрауық туралы біздің өнертану зерттеуші Забира Жакишева өзінің аспаптану деген кітабында жақсы тоқталып кетеді, терең тоқталып кетеді. Ал енді Сасырнайдың репертуарына келетін болсақ, репертуар жайында енді бізде алғаш Сасырнайға сақталған репертуарлар, арнайы күйлер әрине сақталмаған, бірақ өзінің репертуарын, Сасырнайдың репертуары 1980 жылдардан бері қарай қалыптасқан. Енді қазір қарасаңыз, 40 жыл үстінде өзінің репертуары жинақталып келеді. Ол композиторлар айтып кететін болсақ, Нұрғиса Тілендиев ағамыз, Ермұрат Үсенов, Ермек Өміров, Сейдулла Байтедеков, Еділ Құсайынов, Жамағат Темірғалиев, Қошқарбек Тасбергенов, Қайырғазы Төлен, Еркін Нұрымбетов, Қуаныш Жұмағали, Нұркен Ашыров, Назгүл Таңатар, тағы да көптеген композиторлар, жас музыканттар өздерінің репертуарды қалыптасуға бізге көмектесіп келеді. Сасырнайдың төл репертуары қалыптасып келе жатыр. Ол төл репертуарлары менің соңғы кездерде шыққан, 2014 жылы шыққан Сасырнай аспабына арналған хрестоматиясында, осының ішінде жарық көрген көптеген жаңағы күйлер, шығармалар, әндер. Одан кейін осы жақын арада осы хрестоматия 2019 жылы толықтырылып 5000 данада шықты. Енді осы нені пайдалана отырып, біздің Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігіне алғысымды айтып кеткім келіп отыр. Сол министрліктің қолдауымен 5000 данада осындай Сасырнай аспабына арналған хрестоматиям жарық көрді. Ал енді 2014 жылы жаңа Сасырнайлардың түрін зерттеп, ғылыми тұрғыда терең зерттеліп, міне 2014 жылы менің Сасырнай аспабына арналған осындай монографиям шықты. Аты Сасырнай және Акарина тектес үрлемелі аспаптар деп аталады. Осы жерде Сасырнайдың жаңағы айтқан түріне тоқтаймыз. Басқа да елдерде, түркі тілдес халықтарда да, басқа да халықтарда Сасырнайға ұқсас түрлері кезігеді. Жаңағы мына қазақтың күй өнері Ақселеу Сейденбеков ағамыздың монографиясында кездесетін мына жерде қос уілдеуік деген Сасырнайдың түрі де кезігеді. Бұл Шығыс Түркістанда табылған Сасырнайдың көне түрі шамамен 4-7 ғасырлар арасында деп тұрып келтіреді екен. Енді осы жаңағы біздің шеберлік сағатымыздың уақыты шектеулі болғандықтан кейін тереңірек басқа да әңгімелер айтуға болар еді, әттеген-ай, бірақ уақыт шектеулі. Сіздермен енді қоштаса отырып, елімізге, халқымызға аманшылық тілеп отырып, жақсы күндерде кезігіп, мына карантиніміз аман есен, халқымыз аман есен осы тұғырықтан аман есен шығып, барлықтарыңызға аманшылық тілеймін. Шеберлік сағатымыз соңында сіздерге Қорқыт бабамыздың мұрагері Ықылас атамыздың Кер толғау күйін орындап бергім келіп отыр.
облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы Қорқыт ата мемориалдық музейіне алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Сау болыңыздар.